Баста бізде жаттығудағы жоспарлар негізінде бірінші раунд былай тексеріп көреміз дегенбіз. Енді бірінші раундта бас пен бас соғылып кеткеннен кейін жарақат болды. Өйткені жарақат болды, мүмкін жарақаттың ауызы үлкен болса тоқтатып жібереді. Негізінде сол үшін маған тренерлер бірден айтты, бірінші раундта көру керек деп. Сол үшін мен бірінші раундта бітіруге тырыстым. Бұл жерде айтады ғой, жан емес болу керек, сондай болу керек те, өйткені бір жеңіспен бүкіл сіздің бокстан өміріңіз аяқтап кетуі мүмкін. Сол үшін бұл жерде жанды алақанға алып бокстасу керек. Барлығы деп ойлаймын, өйткені бұл жерде барлығы болады. Бұл жерде әрқандай жарақат болсын, кей кезде көздері көрмей қалатын бокстар болады, көзге неше түрлі жағдайлар бар. Оның барлығын дайын болу керек. Сол үшін Аллаға шүкір, қазақ еліне тағы бір жеңіс сыйладым деп ойлаймын. Алда тағы мен Астанада тағы басқа жекпе-жектер болады. Соған жақсы дайындалу керек. Енді барлық қарсыласымды мен тең бағалаймын. Өйткені біреу жоғары, біреу төмен деп болмайды. Көрдіңіз, әрқандай төмен қарсыластар сізге қиыншылық туғызады. Сол үшін оларды мен жоғары төмен деп аламын. Өте жақсы қарсылас болды. Тағы бір басқалған жоғарыларының көмегі бар. Әрине, енді бір жарақат болмаса, басқа жерде барлығы ойдағыдай. Бір көзде қан жауып кеткеннен кейін бір көзбен бокстасып тұра келді. Сол үшін Аллаға шүкір, енді алдағы дайындалу керек. Кемшіліктері бар, көру керек, қайталап жақсылап дайындалу. Енді ол жарақат алғанда неше мың түрлі ой келеді. Бұл жерде мен емес, бүкіл әлем қарап отыр, бүкіл Қазақстан емес, бүкіл әлем қарап отыр. Менің бүкіл командам, менің бүкіл елім жұртым мен деп тақынғысы отыр. О да бар. Бүкіл бір секундтың ішінде әрқандай нәрсені ойлауға көресіз. Жаңа мен сол секундтың ішінде қанша мыңдаған ойларға келдім. Бірақ тақтан өзім бар жағында не ұстадым. Тек жеңу керек болды.